Қайрат болма, баука бол. Соңғы кезде YouTube'да қайрат болма, адам бол деген видео танымал болып кетті. Әрине мен ол роликтің авторы ақымақ емес екендерін түсінемін. Олар жай ғана ақымақ дегенераттардың сұранысын қанағаттандыруда. Негізі бұл видео олар туралы емес. Қайрат болма, адам бол да олар Қайрат деген ауылдағы алқаш жалқаудың өмірін көрсетеді. Адам болу туралы ештеңе байқаған жоқпын. Ешқандай бір пайдалы ой таба алмадым. Өкінішке орай жалғасын көргім келмейді. Ну нахуй. Мен бұл видеода сол пробелдің орнын толтырамын. Адам болу үшін не істеу керек деген сұрақты мектеп оқушылары өздеріне жиі қойса дұрыс болады. Ал мен осы сұраққа барынша қысқа, түсінікті тілде жауап беремін. Бірінші, айналаңдағы адамдарды ауыстыр. Жанында Қайраттың қасындағыдай достарың болса, сен ешқашан адам болмайсың. Сен бір өміріңді өзгерту үшін жұмыс жасап бастасан, олар сені мазақтауға асығып тұрады. Себебі өздері олай жасай алмайды. Ондай адамдармен достық, қарым-қатынаста болу сенің өзіне деген сенімділігіңді азайтады. Армандарыңның батылдығын азайтады. Ақырында сен де солар сияқты етпен қапталған скелетке айналасың. Екінші, дұрыс музыка тыңдау. Мен наушникпен өлең тыңдап жұмыстарыммен айналысқанды жақсы көремін. Сендер де сондай болсаңдар лайк басыңдар. Және өлең сөздері мен сөздік қорыма өте қатты әсер етеді. Мен мағынасы бар немесе мәтіні әдемі сөздерге толы әндер тыңдағанды ұнатамын. Одан бөлек джаз, блюз тыңдаймын. Олар керемет күйде болуға көмектеседі. Егер сен қазір танымал әншілердің бәрін тек олар танымал болғаны үшін ғана тыңдайтын болсан, онда сен даунсың. Яғни бүгінгі видеодағы Қайратсың. Үшінші, фильмдер, сериалдар. 21 ғасырда көпшілікке медиадан артық ешқандай ақпараттық құралдар әсер ете алмайды. Егер сенің көретін фильмдерін Марвелдің вжух, мен қаланы құтқардым дейтін ақымақ капитандары мен халықтары болса, сен көп ұзамай миллиондаған қайраттардың қатарын толықтырасың. Так хочется ненавидеть, а нельзя. Вот объективно их нельзя ненавидеть. Надо ненавидеть ту аудиторию, ту социальную группу, ради которой снимается все вот это дерьмо, типа... Ой, я даже не буду называть, потому что этого говна так много. Мен жай ғана көруге тұрарлық бірнеше фильмдер мен сериалдарды атап өтемін. Қызық болғанын көріңдер. Бірінші, Форест Гамп. Екінші, Крестный отец. Үшінші, Подпольная империя. Төртінші, Острые козырьки. Лицо со шрамом, Зеленая миля. Айта берсем көп. Ең бастысы фильмнің соңында сенің миыңда жаңа ойлар пайда болуы керек. Төртінші, кітаптар оқы. Я түсінемін, қазір кітаптар ақпарат көзі ретінде фильмдерден гөрі қызықсыз, ішпыстырарлық болып көрінеді. Бірақ шындығында кітаптар сияқты сенің дамуына ештеңке әсер ете алмайды. Жалпы маған классика оқу қазір бизнес әдебиет кітаптарын оқудан гөрі қызық. Я, бизнес кітаптары керек, бірақ сенің рухани дамуына әлем классиктарының кітаптары үлес қосады. Сонымен қатар бұл өмірден 100-200 жыл бұрын кетіп қалған адамдармен сөйлесіп, шер тарқатудың жалғыз жолы. Өмірдегі ең құнды заттар туралы жазылады. Бесінші, тіл үйрен. Ауылда жүргенде орыс тілін білу керек емес сияқты көрінгенімен, үлкен қалада орыс тілін білуге міндеттісің, себебі олай болмаса сенің алдында көп есіктер жабық болады. Ағылшын тілі. Шет елге шығуға керек, мысалы Еуропа елдері, Америка, Австралия. Сонымен қоса шет елмен бизнес жасасам, бұл өте пайдалы. Оның үстіне ол сенің өзіне деген сенімділігіңді көтереді. Егер сен мен осы видеода айтқан 5 кеңесті 25-30 жасқа дейін жүзеге асырмасаң, жаңағы ақымақ Қайрат боласың. Абай бол, адам бол, баука бол.